Елордалық филармония артистері Алтай Тарбағатай әндері концертін өткізді. Мәдени шара ұлттық әскери патриоттық орталығында ұйымдастырылды. Еліміздің әр түкпірінен, әр өңірінің әндерін қамтамасыз етіп, соны халыққа ұсыну. Енді бүгінгі кезек осынау Алтай Тарбағатайдың ән күйлерінен беректеп отырмыз. Енді әншілеріміз кейбіреулері жас әншілер, бірінші осы әндерді сахнаға алып шығайын деп жатыр. Кеште орындаушылық мәнері бір бөлек, шығармашылық бітімі басқа. Алтай Тарбағатай әндерімен қоса Сарыарқа фольклорлық ансамблі де авторлық шығармалар мен күйлерді тарту етті. Бүгін мен осы керемет кеште атақты Бүркітбай Тұяқбайұлы деген кезінде батыр атамыз болған. Бұл кісі сол Шыңжаңда Қытайдың саясатына қарсы шыққан 40 қазақ жігіттерінің арасында ең бірінші сол осы кісі қарсы шығып Алтай Тарбағатайда сол кісінің әні бар, Ойғайша деген. Сол керемет Ойғайша деген әнді орындаймын. Ұйымдастырушылардың айтуынша дәстүрлі ән қазақ мәдениетінің сан ғасырлық құпиясын өз қойнауында бүгіп жатқан қойма тәрізді. Соның ішінде Алтай Тарбағатай әндері ойдағы және қырдағы бауырлардың сағынышынан, табиғаттың әсем келбетіне деген сүйіспеншіліктен туындаған.